Жасалуы жеңіл, дәмі ерекше болып шығатын дәруменге толы пирогтың рецептісімен бөлсем, өзіңізге сақтап алыңыз. Ең алдымен еліктен өткен ұнымызға қант ұнтағын, разрыхитель және де сары майды қосып, крошка жасаймыз. Мінекей осылай видеодағыдай крошка шығады. Үстіне осылай бір жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр елестір. Қамырды елеп болғаннан кейін тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Оған дейін ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Салмасына әрине мен өзімдің ең сүйікті Айша табиғи өнімінің 9% ірімшігін қолдандым және де 20% қаймақты қостым. Үстіне қант, жұмыртқа және де кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырды мен формочкаға орналастырып алдым. Менің формамның диаметрі 26 см. Ортасына дәмі ерекше болып шығу үшін осындай қара өрік қолдандым. Үстіне начинкамызды қойып, тағы да үстіне осылай қара өріктермен әсемдеп әдемілеп кеттім. Қызып тұрған пеште 180 градусқа 35 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыздың дәмін одан да ерекше етіп дәмді қылатындай үстіне грек жаңғағын қостым. Пирогты әбден суытып алғаннан кейін осылай кесіп дастарханға ұсына берсеңіз болады. Дәмі өте ерекше болып шығады, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіз. Осындай жеңіл рецепттерді жіберіп алмас үшін менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.